Кино әлемі жыл сайын дамып келеді. Басында қара, ақ түсті фильмдер түрлі түске боянып, көргене бастағаны сол еді, асқан жылдамдықпен дамып кетті. Түрлі фантастикалық, экшн жанрындағы фильмдерге сұраныс артты. Осылайша кино әлемінің өзінде ғаламат технологиялардың озық үлгісін көре бастадық. Айына бір рет кинотеатрға бармасақ, өзімізді әлденеден құр қалғандай сезінетін жағдайға жеттік. Сәлем достар, сіздермен факт арнасы. Бүгінгі біздің видеоролигімізде Қазақстан кинематография саласындағы ең қызықты, көруге тұрарлық кинофильмдердің тізімін құрдық. Ал кеттік достар. Қазіргі таңда Қазақстанда кинематография саласы өте қарқынды жылдамдықпен дамып келеді. Комедия жанрындағы кинофильмдер қазіргі таңда Қазақстанда жақсы таралған. 2019 жылдың 7 ақпанынан бастап ауқымды экранға режиссер Әлшер Отевтің «Брак» или «Брак» комедиясы шықты. Бірінші бөлімдегідей бас продюсері әрі басты рөлдердің бірін сомдаушы Құралай Анарбекова болды. Қазіргі таңда триллері желіге шықты. Айдардың және Гаухар мен ағаларының хикаясы жалғасын тапты. Бұл жолы кинофильмде көрермендер экраннан қайтадан Дәурен Серғазинді, Әбунасыр Серіковті, Мұрат Бисеновинді, сонымен қатар Бауыржан Қаптағай мен Тәуекел Мүслімді көре алады. Фильмнің толық нұсқасын кинотеатрлардан көре аласыздар. Біздің келесі кезектегі фильміміз «Бизнес, по-казахски в Африке». Бұл фильмнің режиссері Анвар Матчанов және де продюсері әрі осы фильмдегі басты рөлді сомдайтын Нұрлан Қоянбаев. Комедия жанрындағы бұл қазақ фильмі 27 желтоқсаннан бастап көгілдір экранға шыға бастады. Шыққанына көп уақыт болмай, бұл кинофильмдер көрушілер саны артты. Бұл фильмді Қазақстанның кез келген қалаларындағы кинотеатрлардан көре аласыздар. Келесі кезекте драма жанрындағы «Айка» атты фильм туралы сөз қозғаймыз. «Айка» фильмі 2018 жылғы қойылған драма жанрындағы фильм. Бұл фильмнің режиссері Сергей Дворцевой. Бұл фильм 2018 жылы әжептәуір жетістіктерге жетті. Бір сөзбен айтқанда, 71-ші Канн халықаралық кинофестивалінің негізгі конкурстық бағдарламасына бәсекеге түсіп отыр. Сонымен қатар, басты рөлдегі Айка атты есімді қыздың рөлін сомдаған Самал Еслимова ең үздік әйел рөлі үшін марапатталды. Бұл драма жанрындағы кинофильмнің сюжеті Мәскеуде заңсыз жұмыс істейтін жас қырғыз қызы Айканың басынан өткен қиыншылықтары туралы болмақ. Ендігі кезекте Келинка, тоже человек фильмнің екінші бөлімі 27 желтоқсаннан бастап көгілдір экранға жарық көрді. Режиссері Асқар Ұзабаев. Бұл фильмде Әсел Сәдуақасова, Данагүл Темірсұлтанова, Әбунасыр Серіков, Данияр Алшинов, Амина Малгаждар, Роза Рымбаева, Дилназ Ахмадиева, Динара Рахымбаева секілді өте кәсіпқой актер-актрисаларды көре аласыздар. Делай так, чтобы мои родители поменялись и стали лучше понимать друг друга. Сонымен достар, бүгінгі біздің видеоролигіміз соңына жетті. Егерде видеоролиг ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Қош, сау болыңыздар.